Қазақ халқының салт дәстүрлері, тәрбие дәстүрлері о воспитании. Айдар балалардың төбе шашын ұзартып өсіріп, моншақ араластырып өріп қояды. Мұны айдар дейді. Бұрын ел ғұрыпты көп қолданған. Мысалы, Кенесарының інісі атақты Наурызбай батырдың айдары болған. Балаға айдар деп те ат қойылады. Ол осыдан шыққан. Бұл ғұрып ер балаға жарасады. Сәбилерге шаш орнына кекіл, тұлымда қойылады. Кекіл. Жас балалардың шашын ұстарамен алып тастайды да, маңдайына бір шөкім шаш қалдырып, оны жиегін тегістеп қиып қояды. Оны кекіл дейді. Кекіл балаларға жарасымды ажар береді. Кекіл жылқыда да болады. Тұлым қою. Баланың ұл қызды кішкентай кезінде шашын өсірмей, екі шекесіне екі шоқ шаш қояды. Мұны тұлым деп атайды. Тұлым көбінесе қыз балаға қойылады, және ол сәбиге лайықты ғұрып. Асату. Ет желініп болғаннан кейін, төрде отырған ақсақал табақта қалған етті жас балалар мен жігіттерге асатуға тиіс. Бұрынғы кезде жас балалар ет асаймыз деп, қонақ келген үйдің маңайында жүретін болған. Ұйқы ашар. Той мереке, мысалы Наурыз, айт алдындағы түнде қыз, келіншектер, жігіттер ұйықтап қалмасын деп жақсы тағамдардан ұйқы ашар деген тамақ дайындайды. Ұйқы ашар қыз жігіттердің бір-біріне деген сезімі мен махаббатын арттыра түсуге себепші болған. Тыйым. Халқымыздың тәрбиелі құралдардың күнделікті қолданылатын үлгі өнеге түрлерінің бірі тыйым, яғни тыйым сөздері. Бұл балалар мен жастарға жирен жаман әдеттен дегендей жаман істерден сақтандырып, жақсылыққа еліктеу, бейімдеу мақсатынан шыққан таза халықтық педагогикалық ұғым. Міне осы арқылы олар әркімді теріс мінез, орынсыз қимылдардан сақтандырып отырған. Халық ұғымында тізені құшақтау, жалғыз қалудың, үлкеннің жолын кесу, әдепсіздіктің, қолды төбеге қою, ел жұрттан безінудің, асты төгу, ысыраптың белгісі деп таныған, және ондай елсі істерге қатаң тыйым салған. Шілдехана. Кей жерлерде шілделік деп те атайды. Жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын ойын сауық той. Мұнда балаңыздың бауы берік болсын дегендей құтты болсын айтылады. Жастар жиналып ән салып, домбыра тартып, өлең жыр айтады. Шілдеханаға шақырумен де шақырусыз да бара береді. Ұл туғанға күн туады, қыз туғанға ай туады дейді. Осы жерде жаңа туған сәбидің жолдасы туралы айтпай кетуге болмайды. Бұрын әжелер баланың жолдасын алып, жуып, орап, оны аяқ баспайтын, ит құс алмайтын жерге қастерлеп көмген. Жолдасты жуған адамға кәде беріледі. Егер жолдасы далаға тасталса, әйел ауруға ұшырайды деген сенім бар. Сол сияқты әйел ылғи қыз туа білсе, онда туып жатқан баланың жолдасын алып, босанған әйелдің басынан айналдыратында ырым бар. Сонда келесі бала ұл болып туады деген сенім болған. Халықтың мұндай салт ырымдарының бәрін жоққа шығара беруге болмайды. Бесікке салу. Халқымызда бесік қасиетті құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып есептеледі. Бесікті отпен аластап, баланы бөлейді. Бұл халқымыздың елеулі үлкен дәстүрі. Бесікке салу жолы жас үлкен немесе елдің құрметті, өнегелі адамына жүктеледі. Мерекелік дастархан жайылып, бесікке салған адамға кәде беріледі. Қырқынан шығару. Қазақ халқының ғұмырында 7, 9, 30, 41 сандары қасиетті деп есептеледі. Мысалы, 7 жарғы, 7 қазына, 1 9, 3-9, 40-тың бірі қыдыр деген қағидалар осы сандық ұғымынан пайда болған. Соның бірі баланың қырқынан шығару дәстүрі.
Әдетте баланың туғанына 40 күн толған соң, оны ыдысқа 41 қасық су құйып шомылдырады. Бұл ресми дәстүр. Оған үлкен әжелер, әйелдер қатысады. Кәде беріледі, дастархан жайылады. Сәбидің қарын шашы алынып, оны сәбидің өзінің киіміне матаға орап, тігіп қояды. Мұндағы мақсат ертеде сурет болмағандықтан, баланың сәби кезінен ескерткіш ретінде сақтаудан шыққан. Баланы қырқынан шығаруды тағы бір ерекше маңызы бар. 40 күннен кейін сәби ширап, көз тоқтатады, құбылыс, дыбысты сезе бастайды. Қырқынан шығару салты міне осыған байланысты шығып, ол сәбидің жан жүйесінің қалыптасып, дені сау болып өсуіне деген ақ тілектен шыққан. Осы жерде 40 деген сөзге мән беру керек. Қайтыс болған адамның да 40 беріледі. Бірақ баланы 40-нан шығарылады деп, өлген адамға 40 беріледі деп атайды. Мұны шатастырып алуға болмайды. Бала тәлімі мен тәрбиесіне қатысты ырымдар мен кәделер де бар. Олар мынадай: құрсақ шашу, жарыс қазан, кіндік кесер, ат қою, беске салу, тыштырма, 40-дан шығару, тіл ашар, тұсау кесу. Сәбиді қастырғынан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ырым. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Сол жіппен баланың аяғын кәдімгідей тұсап, оны аяғын жылдан басатын әйелге қидырады. Сүріншек, жай басар адамдарға кестірмейді. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді. Шашу шашылады. Баланың ата-анасы тұсау кесушінің кәдесін береді. Тұсау кесердің арнаулы жыры бар. Тұсау кесуді жібін дайындаудың бірнеше түрлері, жолдары, сенімдері де бар. Көбейіп, көгере берсін деп, көк шөптен есіп жасайды. Бай болсын деп, малдың тоқ ішегінен де өреді. Адал болсын деп, ала жіптен де жасайды. Қаз балам, қадам бассан мәз болам, күрмеуінді шешейін, тұсауынды кесейін. Қаз балам, тақымынды жаз балам, қадамына қарайық, басқанынды санайық. Қаз балам жүре ғой, балтырынды түре ғой, тай құлын боп шаба ғой, озып бәйге ала ғой. Қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамын, өмірге аяқ баса бер, асылардан аса бер. Жүгіре қойшы құлыным, желбіресе тұлымын, елгезек бол ерінбе, ілгері бас шегінбе. Сүндет той. Еркек баланы тек жасында, яғни 3-5-7 жасында сүндетке отырғызады. Бұл мұсылман елдерінде ғана емес, басқа діндегі елдерде де бар. Сүндеттеудің денсаулыққа, тазалыққа да пайдасы зор. Баланы сүндеттеу үлкен рәсім. Ол әр атынан борышы. Бұл рәсімін сүндет тойы деген сияқты жөн жоралары болады. Құтты болсын айтылып, шашу шашылады. Сүндет міндетті бұрын қожа, молдаларға ғана тапсырылса, қазір оны дәрігерлер де жасай береді. Бұрынғы кезде ауқатты адамдар бала сүндеттегенде үлкен той жасаған. Оны сүндет тойы деп атайды. Аузына түкірту. Ертеден келе жатқан ырым бойынша қазақтар белгілі батырлар мен билерге, ақындарға, тағы басқа елге белгілі адамдарға жас сәбидің аузына түкіртіп, немесе оның отырған орнына аунатып алатын болған. Оның мақсаты сәби сол адамдарда өнегелі кісі болсын деген ұғымынан туған. Жеті ата. Жеті атасын білмеген жетесіз, мәтел. Өмір тәжірибесі мол халқымыз кейінгі ұрпаққа жеті атасын білуді міндеттеген және оны үйреткен, жаттатқан. Мұның әлеуметтік зор мәні болған. Қазір де солай. Оның себебі біріншіден әр адам
жеті атаға дейін жақын туыс саналады. Екіншіден, қазақ халқы жеті атаға дейін қыз алыспаған. Бұрынғы адамдар бір-бірімен танысқанда, жүздескенде руын, тегін сұрауы осыдан шыққан. Сондықтан әр қазақ баласы өз ата тегін білу, тектілік, әрі ұлттық тәртіп пен жөн білудің бір саласы болып саналған. Бала өзінен бастап әкесі, атасы, бабасы, тағы басқа жеті атасының нақтылы есімдерін кішкентайынан жаттап өседі. Ата тек атаулары: ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене. Бұдан әрі туыстық атаулары: жүрежат, туажат, жұрағат, жат жұрағат, жекжат, жамағайын болып кете береді.